Вазиристан дейт, ол кезде ол картада жоқ негізінде. Ол жаққа біз не үшін бармадық? Білім алу үшін или там басқа не үшін бармадық? Әкесі соғысу үшін барды. Өкінемін. Барып бүкіл өмірімді өткізгеніме. Ақтөбелік ұстаздың өмірлік ұстанымын өзгерткен кім? Ол отбасы мен террорлық ұйымдардың құқайына неге шыдады? Жұмақты іздеген жерлестерімізді әлемнің қауіпті аймағына аттандырған зұлматты тамырынан балталап тастау мүмкін бе? Лабатты лаңкес қылған кім? Бұл рейсті Лабат Нұрымбаеваның жақындары ұзақ күтті. Лаңкестерге қосылып, хабар ошарсыз кеткен қыздарын табудан күдерін үзбепті. Ол араға 17 жыл сап оралды. Он жеті жыл болмайды. Бүкіл адамның бұл өмірі ғой целый. Еш нәрсені мысалы помню деп айта алмаймын. Еш нәрсе бәрі өзгерген. Бәрі өзгерген. Даже тумаларың ешкім танымай жатырмын, даже кейбіреулерін. Мамам бір мені танымай жатыр екен. Лабат 45 жаста, бастауыш сынып мұғалімі. Ағылшын тілі пәнінен де сабақ берген. Айтылуша, жолдасы өмірден опа таппаған, интернеттегі экстремистік идеологияға арбалған, жазықсыз жандарды табанға салған, содырлардың ағына жығылған. Оңай әрі төте жолмен жұмаққа жетуді ойлап, Вазиристанға аттанған. Жихад деген ояқта түсіне ғой, соғыс деп айтылады. Лабат жолдасын тоқтатпаған, керісінше қолдаған. Анасын, бауырларын, оқушыларын тастап, өзі де жанкештілерге қосылған. Күйеулері қандай? Дінді түсінбеген болса, әйелдер де сондай жаңағы. Әлбетте. Отқа да, суға да барып кете бермеу керек қой жаңағы. Бұлардың қате түсінігі осы елді күпірге шығарып, осы елде қалып кетсе, әйелі мен бала шағаң кәпірлердің арасында қалды. Біз сондықтан алып кетеміз дейді. Бұны улайды, бірден болмайды. Бірінші не қылады? Тарихқа тиіседі. Күйеуім аты Жанболат, ол неден болатын, Шалқар қаласынан болатын. Оны мен есімде жоқ, кажется, оларды бір сол кезде сестра деп санағандар таныстырды. Вазиристан дейді, ол кезде ол картада жоқ, негізінде Пакистанға жатады. Әкесі барғысы келді, бірақ мені зорлаған жоқ, конечно. Мен өзім немнен кеттім. Пуштондар бар еді, бірақ обычный халықпен емес, андай немен еді. Военныйлармен соғысатын еді сол жердегі. Бізде енді жамағат ақша бергеннен кейін, сол жамағаттың берген ақшасымен, несімен отырдық. Вазиристаннан кейін Ауғанстанға көштік. Ешқандай продукты жоқ, сондай кездер болды. Продукты келмеген кездер болды. Мысалы, ол жердегі нелер өте кедей тұратын еді, ана Вазиристаннан да кедей еді. Мен ешқайда шықпайтын едім, шығуға болмайды, ояқта әйелдерге в основном үйде отыру не істейді. Үйде отыру болып саналады да, мысалы. Даже докторға даже көп бара алмайсың. Ауғанстанның тыныштығы бұзылғалы жарты ғасырға жуықтады. Содан бері аталмыш аймақ түрлі террористік күштердің мекеніне айналды. Әлемдік державаларда өз геосаяси мүдделерін тықпалады. Радикалды ағымдардың күшеюі, әртүрлі әрекеттерге баруы, тіпті мынау қазіргі Даишты айтайық, Сириядағы, болмаса Ауғанстандағы, болмаса мысалы басқа да көптеген радикалды топтарды айтайық, мұсылман халқының исламнан алшақтауы, ол кімге тиімді? Мүдделі топтарға, болмаса жаңағы исламды өзінің басты дұшпаны ретінде қарайтын кейбір ұйымдарға әлемде әртүрлі саясат жүріп жатыр. Әртүрлі мемлекетаралық қатынастар бар, әртүрлі террористік топтар бар. 500-ге жуық террористік радикалды топтар болатын болса, соның біразы исламның атынан әрекет жасап жатыр. Бұл да әрине өз кезегінде
исламофобияға үлес қосып жатыр деп айтуға негіз бар. Жолдасым содан кейін оның алдында өте көп не істеп жүретін еді, ауырып жүретін еді. Қайтыс болардың алдында маған айтты, балдарды алып нереге Сирия жаққа бар деді. Ол жақта адамдар бар, көп көмектеседі деді. Сонымен сол айтқанын тыңдап Сирияға бардым. Таухид уа джихад, кажется. Сол жамаатта. Өзбектер жақын көп екен. Катиба Таухид уал джихад халықаралық террористік ұйым. Сапындағы содырлардың көбі өзбек ұлтының өкілдері. Негізін қалағандардың бірі Абу Салох Әл-Өзбеки. Шын аты жөні Сироджиддин Мұхтаров. Қырғызстан Республикасында дүниеге келген, Дамаскіде жүріп, джихадшыларға арбалған. Ұйым идеологиясы жаһандық халифат құру, террорлық актіні ақтау үшін діни риториканы пайдаланады. Әлеуметтік медиа арқылы қаражат жинайды. 2024 жылы бұлар Хайят Тахирир Аш-Шам лаңкестерімен бірге Сирияның бірнеше елді мекенін басып алды. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Катиба Таухид уал джихад ұйымын террористік деп танып, әлемнің көптеген елдері қызметіне тыйым салды. Ол жамааттың бір өзіндерінің несі бар. Балдар неге баратын еді, медресеге баратын еді. Медреседе Құранды жаттатқызатын еді. Басқа тілді үйрететін, үйретпейтін білмеймін. Сосын балдар өскеннен кейін олар өздерінің несіне шақырды. Подготовка дейді, өздерінің нелеріне, дайындық нелеріне шақырды. Өлген адамдардың үшін орнына толтыру үшін өздерінің джихадтарына жібереді оған, өздерінің соғыстарына. Міне, террористік ұйымдардың шын бейнесі осы. Әр бала олар үшін тірі бомба, яғни бір жанкештіні екіншісімен алмастырады. Және бұл үздіксіз жүріп жатқан процесс. Постоянно джихад қылып тұрады екен, соғыс қылып тұрады екен. Ойымда шығып кетуі болды, бірақ қалай, қай жерге деп ойлайтын едім да. Ұлдар болғаннан кейін сол қорықтым да, бір жағынан олардың соғысына қатыстырғым келмейді. 20 жылға жуық өмірін террористік ұйымдардың жанында өткізген Лабат биыл елге жеткізілді. Діни оңалту шаралары Ихсан орталығының мамандарына жүктелді. Кезінде елін тастап, басқа елге кетіп, экстремистік, террористік күштердің қатарында болған азаматтар бейбіт өмірге оралып жатса, ол реабилитация дұрыс өтіп жататын болса, менің ойымша бұл тек қана Қазақстан үшін ғана емес, әлем үшін де пайдалы дұрысқа айналады. Ол соғыстың дұрыс емес екенін түсіндім. Балдарың оқымайды, тем более. Вообще ешқандай тәрбие жоқ, ешқандай, білмеймін, сондай деп ойладым да. Әркім өзінің жағдайын ойлайды. Енді қараны кимеймін, одан қайтып қара киімін кимеймін. Одан деген туған жеріңді, тыныш жерде тұрған лучше. О, қай жерге барсаң да бәрібір өзіңнің неңді сағынып тұрады екенсің. Өзіңнің туған жеріңді сағынып тұрады екенсің. Қай жерге барсаң да бәрібір. Соғыс керек емес, бейбітшілікте отырған жақсы болады. Әкесі барғысы келді, бірақ мені зорлаған жоқ, конечно. Мен өзім немнен кеттім. Мен балдарын кеттім. 2 бала қалмасын деп кеттім, бірақ өзім 6 баламен кетіп келдім. Туған жерінің қасиетін аяққа тепкен ол лаңкестердің қасіретін шекті. Ата жолынан адасып, бөтеннің боданында болды. Сонда Лабатта лаңкес қылған кім? Өзі ме, жолдасы ма? Әлде қоғам кінәлі ме? Бәлкім бұған жауап іздеудің мәні де қалмаған шығар. Ол үшін қазір бір ғана ақиқат бар. Туған елдің мейірімі оны қайтадан аяққа тұрғызарына сенеді. Өз жері өзекке теппейтінін біледі.